Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын қазы айландырып үйренетін боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап менімен болыңыздар. Мінекей, өте керемет тығыз болып шығады. Мінекей, ең алдымен ішегімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Және ортасынан қақ бөліп аламыз. Мінекей. Сонда қазымыз ұзын болып кетпейді. Икемді болады. Мінекей еттерімізді осылай жақсылап ұзынша ет турап аламыз. Және тұзымызды қызыл бұрыш дәміне қарап қоса бересіздер ғой. Қара бұрыш, қызыл бұрыш және чесногымызды майдалап алдым. Бір бас чеснок салып, зіре болса зіре салсаңыздар да болады. Тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей. Жақсылап араластырып аламыз. Сіңдірмесеңіздер де болады. Сіңдірмей сразу ішегімізге сала беретін боламыз. Біркелкі етіп барлығын араластырып аламыз осылай. Мінекей енді ішегімізге салатын боламыз. Зубочисткамен бірінші осылай істеп аламыз. Сосын байлайтын боламыз. Икемді болу үшін мінекей осылай тағып аламыз. Сосын жібімізбен байлайтын боламыз. Жақсылап қатты қысып байлау қажет, өйткені сусылдап бұл тұрмайды, шешіліп кетуі мүмкін. Сол үшін жақсылап қысып байлайтын боламыз. Мінекей астын үстін жақсылап айландырып байлап алатын боламыз. Мінекей осылай жақсылап байлап болған соң екі ұшын сындырып тастасаңыздар болады, өйткені қазымызды жыртып жіберуі мүмкін. Мінекей бірінші ішегімізге жақсылап ұзын-ұзын қылып кесіп алған бір май, бір еттен сала беретін боласыздар. Бір күн тұрғызып қоюдың қажет жоқ, сразу мариновать етіп болған соң сразу сала беретін боламыз. Мінекей, осылай бір ет, бір майдан осылай сала беретін боламыз. Чесноктар түсіп қалса, қайтадан ішіне салып жіберетін боламыз. Керемет дәмді болып шығады. Сіздер де дәл мен видеома қарап жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Зіре болса зіре салып жіберсеңіздер де болады. Үйдегілер ұнатпаған соң мен салған жоқпын. Мінекей, бір ет, бір майдан араластырып салатын боламыз. Қазымыз нығыз болуы қажет. Сирек болып қалса, қазыларыңыз онша болмай қалады. Сол үшін нығыздау қылып салу қажет. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мен каналымның дамуына үлес қосып, қазақша контентті қолдап, подписаться кнопкасын басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Мен тағы да видео салатын боламын. Видеомды өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Дәмді рецептілер салып тұратын боламын. Мінекей осылай жақсылап, нығыздап салып аламыз. Нығыз болса, қазыларыңыз өте керемет болып шығады. Мінекей, қатты нағыз болып шықты. Сиса тағы да сала беретін боласыздар. Осылай жақсылап салып болған соң үлкендеу легенге салатын боламыз. Мінекей тағы кішкене салып жүрсек сияды екен.
Кішкентай салып алайық. Мінекей өте дәмді болып шығады. Қазымызды базардан сатып алғанша үйден жасаған дәмді болып шығады. Өйткені базардағы қазылар келте-келте еттерді салып тастайды ішекке. Сосын онша болмай қалады. Одан да үйге етті ішекті сатып әкеліп, өзіңіз салып, қалаған дәмдеуіштер қосып, нығыздау қылып салсаңыз, өте дәмді болып шығады. Базардағылар ол тұз қосып тастайды, көп тұз қосады, қазыға емес, тұзға ақша төлеп қайтасыздар. Сол үшін үйден тығып жасап жеген дәмді болып шығады. Мінекей нығыздап, осылай тығыз болу қажет. Мінекей осылай нағыз ғып байлап шығатын боламыз. Осылай жақсылап байлап аламыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Келесіде тағы да видео салатын боламын. Мінекей қазымыз дайын болды. Енді екінші қазымызды жасайтын боламыз. Бұны да дәл солай зубочисткамен байлап аламыз. Сосын барып байлап шығатын боламыз. Осылай қыздарыңыз болса, осындай көмекші қыздарыңыз бар болса, осылай ұстатып қойып, осылай жақсылап қысып байлап алып, дәл жаңағыдай бірінші қазыдай солай салып шығатын боламыз. Кейбір ішектер әлсіз болады, сол үшін қатты қысып байлау қажет. Мінекей осылай қысып байлап алып, жақсылап салып шығатын боламыз. Енді етімізді жақсылап салып шығатын боламыз. Бір ет, бір майдан қосып салып шығатын боламыз. Базардағы қазылар майда-майда еттерден қазы жасайды. Сол үшін үйде жасасаңыздар, осындай ұзын-ұзын қылып кесіп алыңыздар. Сосын олар майы көп болып кетеді оларда. Ал өзіңіз жасасаңыз, әдемі қылып жасайтын боласыз. Әрі жегенге де керемет болып шығады. Бір ет, бір майдан қосып сала бересіздер. Мен қазым үлкен болғандықтан еттерімді үлкен-үлкен қылып турадым. Ал сіздерге жіңішке болса, етті ортасынан бөліп, жіңішкелеу қылып кесіп алатын боласыздар. Бірақ ұзын-ұзын болу қажет. Сонда қазыларыңыз әдемі болады. Кескенге де шашырап кетпейді, әдемі болып кесілетін болады. Чеснок бұрыштарын бәрін салып жібереміз. Өте керемет болып шықты. Кішкене етті тағы да салып жіберейік. Шамалап дайындаған етім жетпей қалды, тағы да кішкене ет қосып жібердім.
Сіздерді еттеріңізді өздеріңіз қазыларыңызға қарап шамалап жасай беретін боласыздар. Пайдаларыңызға жарасын. Мені видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер қазыны қалай жасайсыздар, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде комментарийді қарап отырамын. Осылай қысып байлап аламын. Қысып байлап алатын боламыз. Зубочистка жасамасаңыздар, осылай байласаңыздар болады. Міндетті түрде қазыларыңыз нығыз болуы қажет. Бос болса, қазыларыңыз онша болмай қалады. Кесілгенде де шашырап кететін болады. Осылай жақсылап қысып байлап аламыз. Өйткені сусылдап бұлшық кетуі мүмкін. Мінекей қазымыз дайын болды. Кейбір қазылар әлсіз болады. Сол үшін марлыға